Егер де үйіңізде күнделікті нан жаппасаңыз, анда-санда осы батон нанды жасап көріңіздер, жұмсақ керемет болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Таза ыдысымызға жылы осындай сүтімізді құямыз. Сүттің орнын сумен алмастыруға болады. 10 грамм қант және де 5 грамм дрожж және 5 грамм тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Електен өткізілген ұнды салып, осылай қамырды елейміз. Қамыр алғашында жұмсақ болады, тағы да ұн салып, жақсылап формасын ұстап тұратындай етіп қамырды елейміз. Үстіне сұйық май құйып, тағы да осылай басып қоямыз. Бетін жауып 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағат өткеннен кейін осылай әдемі көтеріледі. Сонымен қатар үстелімізге май жағып, жаңағы көтерілген нанды 4 бөлікке бөлесіздер. Видеодағыдай осылай қолдың көмегімен рулет сияқты орап шығасыздар. Және де барлығын листке орналастырып, бетін салфан пакетпен жауып, міндетті түрде 20 минутқа қалдыру қажет. 20 минут өткеннен соң осылай әдемі көтеріліп шығады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, видеодағыдай пышақпен немесе лезімен осылай кесіп шығып, үстінен күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұмсақ болып шығады. Осы видеоны құрбыңызбен, әпке-сіңілдеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.